Түркістан облысында 50-ге жуық ауылда жаңа медициналық нысандар бой көтереді. Ауқымды жоба 2023-2024 жылдар аралығында іске аспақ. Атап айтқанда медициналық және фельдшерлік пункттер мен дәрігерлік амбулаториялар салынады. Бұл жөнінде Түркістан облысына жұмыс сапармен барған денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары мәлімдеді. Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, өңірде аудан аралық 4 аурухана қайта жаңартылып жасақталады. Сарыағаш, Сайрам, Ордабасы және Жетісай аудандық ауруханаларына алтын сағат жүйесі енгізіледі. Нәтижесінде 1 сағаттың ішінде инсульт пен инфарктке шалдыққандарға сапалы медициналық көмек көрсетіледі. Ол үшін аудандық ауруханалар қажетті медициналық құрал жабдықтармен және білікті мамандармен қамтылатын болады. Бұдан бөлек бірінші вице-министр Түркістандағы құрылысы тоқтап қалған көпсалалы облыстық аурухананың жағдайы туралы баяндады. Айта кетсек, 630 орындық медициналық орталықтың құрылысы белгісіз себептерге байланысты былтыр тоқтап қалған болатын. Госэкспертиза дейді, ең негізгі құжат. Соны жақын арада ғана алды. Келесі процедура денсаулық сақтау министрлігінің және экономика министрлігінің отраслевой экспертизасын алу керек. Содан кейін ары қарай денсаулық сақтау министрлігі мен жаңағы жекеменшік әріптестігінің арасында. Сол қол қойылғаннан кейін құрылыс ары қарай жалғаса түседі.